Күшік, сен кімді басып жүрсің, ә? Менің қызыммен тағы сөйлескенсің ба? Малғұн, мен саған не дедім? Менің қызыма жақындама дедім. Ал сен не істедің? Соңғы рет ескертейін. Мына қылығың үшін айыппұл төлейсің. Аптаның соңына дейін маған 15 000 теңге әкеп бересің. Түсіндің бе? Ал егер алып келмесең, айыппұл 2 есеге өседі. Соңғы рет ескертейін. Айшаға жолаушы болма! Ассалам. Ербол, қайда жүрсің? Бол тезірек. Тамақ суып болатын болды. Сен маған тағы өтірік айтып отырсың. Дене шынықтыру сабағында сүрініп кетіп, бетіңді сырып алдың дегенге енді сенбей. Сенбілік өткіздік. Заттарды жылжыттым. Ал бұл жол үстіңе не құлап кетті? Өткен жол сөре құлады дегенсің. Бүкіл сынып жабылып тек білгендей болып келдің ғой. Мен енді түсіндім. Бұрын қалай ойыма келмеген, Демек, сені мектепте біреулер ұрып соғып жүр, солай ма? Полиция шақырды, мен арыз жазам. Әке, қажет емес. Неге қажет емес? Қажет. Жүр, дәл қазір барам. Жүр. Әке, мен бармайым. Құлап қалдым деп айттым ғой сізге. Онда өз обалың өзіңе. Сен бармасаң, мен барам. Әке, бармаңызшы. Барам. Қараш, қолың бытшын шығардым. Бірақ әлгі сүмелектің де сол жерін қалдырмаған шығар ме? Жақын арада есін жимайтын шығар ол. Енді оны ұрмандаршы, өтінем. Мені шығарып салуын өзім өтінген болатынмын. Немене? Өзің өтіндің бе? Айша, сенің осы неге кім көрінгенге жаның ашы береді? Үйдегілердің сені басқа біреудің шығарып салып жүргенін білсе, мені сүмелек деп ойлап қалады ғой. Байқап жүр енді. Айша, екеуміз келісіп қояйықшы. Егер менің намысыма тигің келмесе, ендігәрі ешкімге шығарып сал деп өтінбе. Жарай ма? Кешір, Қайрат. Бұл жолы Ілиястың көңіліне қарап ренжімей қойын. Қанша деген мен досым ғой. Соны айтам. Тамамшы. Біздің Айша тамақты дәмді әзірлейді. Ербол, мен телефон көрдің бе? Солай де. Шыдамында шегі бар. Дәл қазір сен маған бар шындықты айтасың. Сені біреу қорқытып, ақша алып жүр ме? Кім? Не үшін? Оларға барлығы ақша төлейді. Олардан бәрі қорқады. Сонда бәрі бере бере ме? Айттым ғой, барлығы аудан салық төлейді оларға. Ал біз бермейміз. Қазір мектептің директорына барып шағымданамыз. Қойыңызшы.
оларды одан әрі ашуландырып аламыз. Мен тіпті оларға қарсы тұрып көргем. Соңы не болды? Салықты 2 есе беретін болдым. Одан да үндемей ақшаларын бере салайықшы. Мен саған шын десем таң қалып отырмын. Біз қай ғасырда өмір сүріп жатырмыз, а? Заң кімдер жағында? Жарайды. Бұдан кейін ұрлық жасамаймын деп маған сөз бересің. Сөз бересің бе? Шығаруға 10 минут уақыт берем. Содан кейін тақтаға шақыра бастайым. Уақыт кетті. Қойсы. Ақша қайда чыма? Сен құлаған керек пе не? Керек емес өздеріңе қарап алыңдар. Қане, не дедің? Қайталап жүрші сыйлы адамдарға сүмелек. Мен сүмелек емеспін. Және сендер сыйлы адам емессіңдер. Қайрат, бұдан кейін мен саған ақша бермеймін. Жігіттер! Бұлар не? Бәрі бір балаға жабылып, а? Шал! Кел! Шал, сен өлгің кеп тұр ау деймін, Кел! Қане, қайсы, келіңдер! Тасы жіпті! Қане, кел! Бұлар жоғалыңдар тез! Ербол! Иттер-ай! Қане, есің жи, көзіңді аш! Ербол! Қазір. Жедел жәрдем. Мұнда бір баланы көшеде ұрып кетті, елден танып жатыр. Тезде жетіңдер. Қай көше? Абай 48. Тездетіңдер. Ербол, көзіңді аш дейін. Ербол, есігін жи. Сәлеметсіз бе? Мен Ербол Жүнісовтың әкесімін. Ұлыма не болды? Ұлыңызға ауыр соққы жасалған. Тірі қалғанына қуаныңыз. Қазіргі жағдайы бір қалыпты. Іш құрылысына зақым келген. Ми шайқалған. Көшенің бұзақылары ғой, ә? Көшенің бұзақылары емес. Кәсіби спортшылардың соққаны көрініп тұр. Бүгінгі жарақатынан басқа Ерболдың денесінде ескі жарақаттардың ізі бар. Олардың қайдан пайда болғанын түсініп тұрған шығарсыз. Түсінікті. Сіз маған құлақ тұрыңыз. Уақыт текке жоғалтпай, дереу полицияға барыңыз. Сізге әке ретінде де, дәрігер ретінде де беретін кеңесім осы. Берік, қалайсың? Сен барған аман ба? Балаң қалай? Есін жинады ма? Жинады ғой.
Бірақ миы шайқалған дейді. Ерболға араша түсіп аман алып қалғаны үшін рахмет, Темірхан. Сен болмасаң білмеймін. Дәрігерлердің айтуына қарағанда бір өлімнен қалған сияқты. Енді ары қарай не істейтін болдың? Білмеймін. Бұл полицияға бардым, арыз жаздым. Шақырып жатса, куәгер боласың ғой? Әрине бола. Берік, бұнымызбен ісіміз бітпейтін сияқты. Қалай? Мен мұндайларды жақсы білем. Бір қара күшті екінші қара күш қана жеңе алады. Ерболға өзін қорғауды үйрену керек. Олай болмайды. Мен жалпы Ерболды төбелеске жақындатқым келмейді. Біздің отбасымызда басқа түскен қиындықты жұдырықпен емес, ақылмен шешеді. Солай де. Жарайды. Рахмет. Айғайды. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумсалам. Ильяс Қалымбетов осында тұрады ма? Әрине. Сіз кім боласыз? Әкесі ол? Тергеуші едім, кірсем болады ма? Кіріңіз, әрине, кіріңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Ұзақ кідірмеңіз. Науқас дәрі қабылдап жатыр. Сіз менімен жүріңіз. Дәрігер шақырып жатыр. Қалың қалай Ербол? Жақсы оқым. Мынау саған. Қалай? Басың қатты ауырып тұрған шығар, Ауырған қойып қалды. Қызық екен. Дәрігер миыңды шайқалған деп еді. Негізі басың қатты солғылдап ауыру керек. Басқалардікі ауыратын шығар, бірақ менікі емес. Біреудің аяғанын жақтырмайсың, Сондай мықтысың. Егер мықты болсаң, осындай жағдайға қалай ұрынып жүрсің, соны айтшы маған. Түсінбедім. Кәсіби спортшы жігіттер бәрі жабылып сені соғып жатыр, сонда да қайтпайсың. Мен оларға оңай берілмеймін. Енді оның дұрыс. Бірақ оларға қарсы тұру үшін сен мықты болуың керек. Сол кезде олар саған бата алмайды, жақындай алмайды. Мен оларға барынша қарсыластым. Сіздің шаруаңыз қанша? Маған араша түсіп көмектескеніңіз үшін рахмет. Бірақ маған сіздің мұндай тегін ақылыңыз қажет емес. Ербол, сол тегін ақыл тыңдасаңшы. Егер өзіңді қорғай алатын болсаң, сен кімге болса төтеп бересің. Мен жаттығып та көрдім. Менің қолымнан ештеңе келмейді. Және мен сияқты адам жаттықтыруға ешкім келіспейтін де шығар. Солай де. Ербол, сенің бар жағдайыңа о бастан араласқан екем, сені жаттықтырдым. Сол кезде ешкім саған жақындай алмайды, бәрі айналып өтетін болады. Сізге? Қалайша? Рахмет әрине, бірақ сіз менің көршім емессіз бе? Оның үстіне сіздің спортқа да екеміңіз жоқ. Өзім де төбелескенін атпаймын. Солай де. Мақұл Ербол. Тезірек сауығып кет. Кеттім мен. Біздің ұлымыз кәсіпқой спортшы. Ол өзіңен ешкімге тиіспейді. Өзін қорғайды. Мүмкін жағын әлгі Ербол өзігінен кеп тиіскен шығар. Әлгі Ербол, сіз айтпақшы, қазір тістері қағылып, миы шайқалып, ауыр халде травматологияда жатыр. Көршісі келіп қалмағанда не болатын бір Құдай біледі. Түсінікті. Кешіріңіз. Біз баламызбен өзіміз дұрыстап сөйлесеміз. Басында солай сөйлеріңіз керек еді. Ал ендеше жәбірленушінің әкесімен бір мәмілеге келуді ойластырыңыздар.
Егер де келісе алмасаңыздар, балаларыңыздың колонияға киетін киімін дайындай беріңіздер. Жарайды. Қайдағы колония? Батырхан, Стоп! Олай емес жігіттер. Мыналарды қайдан шығарып алғансыңдар? Кинодан көріп алдыңдар ма, Ешқандай кинода емес. Жақында бір кісі кувалдыға осылай істеп еді. Кувалды аяғынан айырып қала жаздады. Білмеймін. Мен сендерге ондайды үйреткен жоқпын. Қайрат, сен мүлдем әлсіреп қалыпсың. Қолың түкке жарамайды. Қыз сияқты төбелесіп жатқанды білесің бе? Осының бәрі әлгі жексұрының кесір. Түрмеге отырмасақ болған. Әкесі полицияға жүгіп барады деп ойламаппын. Мен бұл істі былай қалдырмаймын. Егер арыздарын қайтарып алмаса, өлтіреймін. сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз Берік Жүнісовсіз бе? Сәлеметсіз бе? Иә. Сіздер кімсіздер? Мен Ильястың анасымын. Шолпан Қайраттың анасы. Балаларымыз төбелесіп қалыпты ғой. Түсінікті. Егіз дұрысырақ менің балам төбелеспеген. Оны жабылып текпілік біткен. Әбден соққыға жыққан. Бұл жай төбелес емес. Сіз енді ол жерде болған жоқсыз ғой, шын мәнінде қалай болғанын да білмейсіз. Енді балалар болғаннан кейін төбелесіп өседі ғой. Сонда мен не өтірік айтып сіздерге жала жауып тұрмын ба? Жоқ, золай деп айтқан жоқпыз ғой. Кешірім сұрауға келіп тұрмыз. Балалардың осылай жасағанына өкініп тұрмыз. Әңгіме? 3 жасар баланың мына аулада ойнап жүріп, ойыншыққа таласқадағы төбелес емес. Олар менің балам текпілеп өлтіріп қояздаған. Күнде үйге қанша соғып келеді. Ондай адамдар қалай кешірім көреді? Ha? Сосын, неге ол балалардың әкелері келмейді? Бала үшін әкесі жауап бермейді. Ha? Жалпы ойналып келген еркектердің шаруасы ол. Менің келгенімді жолдасым да білмейді. Мен Қайратты жалғыз өсірдім. Әкесі қайтыс болған 10 жыл болды қайтқанына. Жағдайыңыздың қиын екенін түсінеміз. Балалардың осы тірлігінде мойындаймыз. Егер де балаларды жабатын болсаңыз түрмеге, олардың өмірі құртылады ғой. Мен баламды тек қана қорғап тұрмын, басқа ештеңе білмеймін. Өтінем аға, мынаны қабыл алыңызшы. Аздаған көмек. Қазір заман өзі қиын ғой. Аздаған дәрі-дәрмек аларсыз. Тартыңыз ана. Сонда сіз түрмеге жабайын деп тұрсыз ба балаларды? Кетіңіздер. Держит свою дистанцию и смотрит, как эту дистанцию сократить. Үйде екенсің ғой. Жақсы болды ғой үйде болған. Сенімен сөйлесуім керек. Тағы ма, мама? Айттым ғой сізге, ол жексұрын өліс дейсіз деп бізге. Қазір мен төбелесті көре алмай қалам. Балам, мен Ерболдың үйіне бардым ғой. Не? Неге барасыз? Кім бар дейді сізге? Сонда немене? Сен түрмеге алып кеткендеріне қарап отыруым керек бе еді? Басталды, мама. Мен сені түрмеде отырсын деп тәрбиелеген жоқпын. Сен үшін мен күндіз түні жұмыс істедім. Бір өзім сені бақтым, тәрбиеледім. Сендер бесеуің бір адамға жабылғандарың қалай болды? Сонда сендердің жаттықтырушыларың адамды ұрыңдар, соғыңдар деп үйрете ме? Мама, сіз ренжімеңізші, бірақ біздің қалай жаттығатымызда сіздің жұмысыңыз болмау керек. Сендер барып баланың әкесінен кешірім сұрауларың керек. Мен ешкімнен кешірім сұрамаймын. Енді оның қажеті де жоқ. Сен үшін мен бардым.
баланың әкесі айтты. Егер оған тиіспейтін болсаңдар, арызын қайтарып алам деді. Өтінем балам, тып-тыныш жүрші. Ешкімге килікпей тып-тыныш жүрші. Жарайды, мама. Енді оған тиіспеймін де. Тіптен жақындамаймын да. Мама, ол расымен де арызын қайтарып аламыз депті ма? Сендердің естерің дұрыс па? Төбелесуді үйреніп алдыңдар. Болды ма не? А? Одан да мына миларыңды жаттықтырмайсыңдар ма кішкене? Ой, не болды екен, бәрі жақсы. Немене жақсы? Әкең бас жақсы саған. Енді түрмеде төбелесетін боласыңдар. Түсіндің бе? Қойыңшы қайдағы нәрсені айтпай. Немене қойшы? Немене қойшы? Мүмкін қол аяғыңды байлап, аталарыңа апарып тастайын онда. Ең болмаса, аталарыңа көмектесіп, шөп шабасыңдар. Апарып тастайын ба? Ең болмаса, мұна кішкене болашағыңды ойламайсың ба сен бала? Болашағыңды ойламайсың ба сен? Қайрат қайда? Ол не ойлап жүресің? Қайраттың кінәсі жоқ, әке. Ербол ғой өзі бірінші бастаған. Шаңадың ерсап бәріне тиісіп жүреді екен ол да. Ана жол Айшаға тиісіп, үйіңе шығарып салған деп қорқытты. Оған да іштеге деген жоқпыз. Әке, қаладан кетпей-ақ қойықшы. Достарым бар, оқуым бар, жаттығуларым бар дегендей. Балам, айтшы бар, саған не жетпейді, мен саған ақша бермей жүрмін ба? Жаттығуларыңа, тағына өмірде керек жарақтарыңа беріп жүрмін ғой. Осы 10 жыл бойы ақша төлеп келетірмін ғой мен саған. Неге түсінбейсің сен соны? Кешіріңізші. Менікі дұрыс емес, мойындаймын. Енді қарындасыма тиісіп тұрса қарап тұрамын ба, әке? Жарайды. Енді қайталанбайды, әке. Енді қайталанып көрсін? Мына отырған жеріңді шеге сияқты қып қағып жіберем. Түсіндің бе? Мен әлі сенің әкеңмін. Осыны есіңе сақтап ал. Туысқандардың барлығы сәлем айтып жатыр. Көшіп келін жетіп бұларың дедік қояды. Сондықтан енді асықпай дұрыстап емделіп шық. Әке, үйде де жатып емделе берем ғой. Менің қаншама шешілмеген мәселелерім бар. Ал мен жатсым мынау. Ана бұзақылар туралы айтып жатсаң, ол туралы уайымдама, білдің бе? Кішкене басында тұр. Олар енді саған тиіспейді. Қалай? Солай. Полицияға бардым да үстерінен арыз жаздым. Енді олар сені айналып өтетін болады. Сіз соған сеніп қалдыңыз ба, әке? Олар енді одан әрі маған өшесіп алатын болды ғой. Қорықпа балам. Маған сенсеңші. Ильяс, сен не істеп тұрсың? Мен сендерге бұлай тұруды үйреткен жоқпын. Қайдан шығарып алды да? Қайраттың тұрған тұрысын көрдің ба қандай? Дәл мен үйреткендей. Ұрған соққыларын қарағанда. Рахмет мен. Әкеп тастаған жақсы болды. Әке, автобуспен келе беру керек еді ғой. Басым ауырып тұрған жоқ. Рас айтам. Басың ауырса да, ауырмаса да, дәрігер не айтса соны істеу керек. Саған көп жүруге болмайды. Саған тыныштық керек. Темірхан аға, ассалаумағалейкум.
Мені ауруханадан шығарды. Өткенде маған көмектескеніңіз үшін тағы да рахмет айтайын деп едім. Қызық осы кісі. Біресе көмектесейін дейді, біресе амандасуға жарамай қалады. Мақау ма? Біртүрлі адам. Салам. Салам. Кейбіреулердің жолы болғыш. Айтпа. Үйде отыра беріп ішім ысып кетті. Өзің қалайсың? Мектепте не жаңалық? Еш жаңалық жоқ. Апай сәлем айтты саған. Бақылау тапсырма қойсын дейді, бағанды автоматпен қоя салам дейді. Мен де формула жаттап уақыт жоғалтқанша баспен құлай салайын ба деп ойланып қалдым. Мен сен орында болсам формула жаттайтын едім. Жаңа әкеңді есік алдында көріп қалдым. Базарға бара жатыр екен. Не дейді? Ештеңе деген жоқ. Екеуміз қыдырып кетейік, орталыққа кеттік. Айша, сен неге тамақ жемей отырсың? Бірдеңе болып қалды ма? Әке, мама, сіздермен сөйлесуім керек. Қай оқу орнына тапсыратынымды шештім. Журналист болам. Журналист дейсің бе қызым? Ертең тұрмысқа шыққан кезде де өз қызметімді қатар алып жүретіндей маман иесі болуым керек қызым. Журналист болсаң, күні-түні жүресің, қолыңа микрофон ұстап. Мәселе сол. Әйелге лайықты жұмыс емес. Әке, оған уайымдамаңызшы, өтінем. Мен бәріне де үлгерем. Тұрмысқа ертең шығайын деп тұрған жоқпын ғой. Оның үстіне Қайрат төбелеске жақын, тынымсыз. Кішкене басылсыншы, әке. Ал мен алдымен мамандық алып алайын. Қызым-ау, ертелі кеш. Қыз мақсаты кету. Оның үшін болашақ күйеу баламыздың мінезі қатал. Ертең саған жұмысқа шығуға рұқсат бермей жүрсе қайтеміз? Әрине, Қайрат кішкене еркелеу жігіт. Енді бұл да бір балалық шығар енді, қояды. Негізі еркек деген былай кішкене мінезді болу керек. Әр отбасын асырау есіңде болсын. Әр ер азаматтың міндеті. Әке, бірақ... Әкең сөзін бөлме. Мен Қайраттың әкесі марқұм. Ол кісімен жас күннен бірге дос болдым. Қайтыс болар алдында Қайратты маған аманат қылып тастады. Өскінсің екеуіңді үйлендірем деп мені сөз бергім. Қол ұстастық. Сен мен не айтып отқанымды түсініп отырсың ба? Түсініп отыр. Түсінсің сол. Мен қалай да болса уәдемді орындауым керек. Егер біз көп жаттықсақ, аналардан да мықты болатын шығармыз, Білмеймін. Мен протеинді ішіп жүре берем, маған солай ыңғайлы сияқты. Жарайды, оны қойшы. Мектеп бітіргенде қайда жиналамыз? Білмеймін, балалар ойластырып жатқан. Әкем неге сонша қатал? Мен жақсы көрмеймін сонда? Олай деме, қызым. Әкең сені жақсы көреді. Шынымен сөз беріп қойған. Оның үстіне білесің ғой, Қайраттың анасы менің құрбым. Отбасымызбен туысқандай болып кеттік. Оны жақсы білесің ғой. Кішкентай кезімнен осының бәрін естіп жүрмін. Өтінем, амалын табыңызшы. Қайратқа күйеуге шыққым келмейді. Әкеме де ұялып жүрмін айтуға.
ертелі кеш тұрмысқа шығасың. Қайрат жаман жігіт емес қой. Бір еркелігі болмаса, бізді сыйлап тұрады. Әкелерің уәделесіп қойған. Сендер бізге тиіспейміз деп уәде бередіңдер ғой. Білесіз, сен біреуге тиісіп тұрсың ба? Жоқ. Көрдіңдер ба? Сен кубалдыға жабысып қалған кезде соқтық. Өзің құлап, басың айналып, қалай жабысып қалғанын білмейтін шығарсың. Мен сен жердің астына кіріп кетсең де тауып болам, түсіндің ба? Мен жолымды бекер бөгейсің. Жарайды, кубалды жібере сал, бүгінге кете берсін. Ал сен ертеңге дейін ақшаны дайындап қой, түсіндің ба? Қарызыңды кешірген жоқ. Жарайды. Шалқар, саған протеин ішу керек. Әйтпесе денең онша емес. Оның үстіне денеңде бұлшық ет те жоқ па, қалай өз? Қайдағы протеин? Енді. Мен өзім бұлай негіз табиғатынан арықпын ғой. Әкем емес, анама тартқан. Анаң әкең алдында сен солай жақтай ма? Қойшы. Не ғой Ербол? Сен жаттығуды қайттан бастап кеткенсің бе? Жоқ, мен жай ғана шымыр болу үшін ғана ғой. Мұратқа да бірге жаттайық десем келіспей жүр. Негізі бірге жаттыққан қызығырақ. Жоқ, маған олай қызық емес. Мен одан да протеин ішіп жүре берейінші. Дәмді әрі пайдалы. Бұлшық ет солай да өсіруге болады. Бірақ ішінен өседі. Жақсы жігіттер, онда біз қайттық. Шалқар, мен саған протеин алайын ба? Көбірек алсақ арзанға түседі. Шоғай керек емес, қайдағы протеин? Менде ондай ақша жоқ. Ертең Қайратқа ақша беруім керек. Онсыз да осы апта кешіктіріп жатырмын. Пайыз өсіп кетті. Жақсы. Жарайды, жақсы. Кеттік. Неге өздерін сонша әлсіз қылып көрсетеді түсінбеймін бар осылар. Соларға ақша бермей-ақ қойса да болады ғой. Саған айтуға оңай. Төлемей жүргеніңе бірталай уақыт болды. Ал біз олай істей алмаймыз. Бәрі сен сияқты таяқ жеп жүре бергісі келмейді ғой. Одан да ақша төлеп құтыла салған артық. Бір сөзбен айтқанда жылдың аяғын күту керек. Жылдың аяғы да келіп қалды. Ол кезде Айшаны да көре алмайтын болам. Қазірдің өзіне ол мен жаққа көз салып жүрген жоқ. Маған сенің қиындықтарың беріп қойса ғой шіркін. Мен Қайраттан құтылуды армандаймын. Мен мектептен тезірек бітіріп кетіп қалғым келеді. Мен есім жаңа. Мыналар төменгі зақпат қолданады екен. Олай істеуге болмайды ғой деп айттым. Күлкімді келтірмеш. Сен оларды қашаннан бері уайымдайтын болғансың? О, Айша. Мыналардың бәрі бізге ма? Жақсы болды ғой, қарым ашып тұрады. Әкеш тез-тез. Ыстық тамақ жоқ па не? Айша? Жай ғана шай ішеді деп ойладым. Ой, шынымды айтсам, менің қарым ашып тұрады. Тамақтың шығып жатқандай болды ма? Ілес, шай ішеміз деп. Тамаққа орын қалмай жүрмесін. Жүр, бір жерге бар, тамақ ішіп қайтайық. Жүр, солай жасайық. Айша мынаның бәрін жинастырып жібер. Біз кеттік. Қайрат, сен аға ренжімеш. Ол әлі кішкентай ғой. Үйдегілер әбден еркелетіп жіберген. Жарайды, ештеңе етпейді. Қалай ұртып көрдің бе? Соны айтам, анан қабырғасынан сау тамтығы қалмаған шығар. Ал, мен де келдім. Жақта мамаңның жілей хикаясы бастап кетті. Не керемет, күшті екен. Мұндай ара жекпе-жекті көп болды көрмегенде. Қара, көрдің бе? Мұнандай тәсілді екінің бірі қолдана алмайды. Сирек қолданатын тәсіл. Мықты, мен бірінші рет көрдім. Ана жолы менің көршім Кубалдың дәл осылай қылатқан жоқ па?
Орнымнан тұра алмай жатсам да осыны көріп үлгердім. Тура бір кинодағыдай болды. Денесі үлкен жігітті бір ұрып құлата салды. Бір мезетке екі қолын бірдей сындырып тастады деп ойлап қалдым. Бұл тәсілді кім қолданып жүр? Бұл тәсілді қолданатын бір ғана адамды білетінмін мен. Ол қалай? Әке кімді айтып отырсыз? Ол мықты спортшы болатын рингте. Үнемі осы әдісті қолданатын. Осы әдіспен әрдайым жеңіп жүретін. Не деген шебер. Мен жортылай төбелес алсам ба? Аха, армандапсың. Ерболдың көршісі әлгі сұмырайларды дәл осындай әдіспен ұрған екен. Ол кісі төбелестің үстіне түсіп қалып, барлығын жан-жаққа ұшырған. Сөйтіп әлгі сұмырайлар әрең қашып құтылған. Солай ба Ербол? Мен ол кезде есімнен танып жатқан жоқпын ба? Бірақ кішкене болса да есімде қалыпты. Солай болған сияқты. Міне қызық. Көршің аты кім еді? Темірхан? Рас па? Фамилиясы кім? Білмеймін. Әке, бұл не? Бұл менің өткен өмірім. Осыдан 10-20 жыл бұрын мен де осы аралас жекпе-жекке қызығушылық танытатынмын. Міне қараңдар. Здесь, конечно, стратегия поединка продумана заранее. Ни на одном из участников нет ни кимоно, ни формы, отличающей, например, дзюдоиста. Здесь идет какая-то вот именно та борьба, Оспанов Қазақстанның жұлдызы болған. Осыдан 10 жыл бұрын жоғалып кетіп, қайда кеткенін ешкім білмейді. Мен танығалы түнеріп жүретін. Мықты бапкер екен ғой, Мұндай да қызықтар болады екен ау. Мына суретті маған бере тұра аласыз ба? Мен сізге кейін қайтып алып келіп беремін. Ey bala. Beri geç. Hadi. Kolundağınıdır. Қалай? Ұқсайын ба? Кешіріңіз, бірақ сіздің сондай атақты спортшы болғаныңызға мен әлі сене алар емеспін. Бұрын болғаны. Спорттан не үшін кеттіңіз? Ешкімге ештеңе айтпай кетіп қалыпсыз. Сенің онда шаруаң болмас. Иә, қызық деп осын айт. Әкемнің Оспановқа сонша табынғанын білмеппін. Сенің әкең болмағанда Оспанов жайлы өзіміз өлмейтін едік. Өзің ойлап көрші. Ол кісі маған өзі келіп сені жаттықтырам деп ұсыныс жасады. Ал мен болсам одан бас тарттым. Не деген ақымақ. Сен ол кезде Темірханның кім екенін білген жоқсың ғой? Спорттан неге кетіп қалды екен? Маған сол қызық болып тұр. Не болса да бұл жерде бір құпияның бары анық. Қалай ойлайсың? Мен Темірхан ағаға өзім қайтадан барсам қабылдаймын екен? Сенің жаттыққың келе ма? Жоқ, құпиясын білгім келеді. Ал ол үшін мен ол кісімен жақынырақ болуым керек. Сізбен сөйлесейін деп едім. Айта бер.
өткенде мені жаттықтырам деген ұсынысыңыз әлі өз күшінде ме? Кеш қалдың. Сен сияқты шәкірт маған керек емес. Маған тағы да бір мүмкіндік беріңізші. Мен сіздің шәкіртіңіз болуға лайық екенімді дәлелдеймін. Жарайды. Сенің сөзіңе сендік делік. Ал ісіңмен дәлелдей аласың ба? Дәлелдеймін, не істеу керек? Қашан қосыла жүресің, балам? Сіз не жер айтып тұрсыз, әке? Сенің ма жүрсіңді айтам. Еріккенді қойда, одан да сабағыңды оқы. Мен жаттығып жүрмін. Көресіз осыдан мен бәрібір мықты боламын. Мен саған қайталап айтам. Еріккенді қойда, сабағыңды оқы. Дәрігер болуға дайындал. Сенің бәрібір спортшы шықпайды. О, қайдан жүрсің? Қазір дайындалатын уақыт емес па? Жаттықпайтын болдым. Бәрі қолымнан түк келмейді. Бос әурешілік. Не болып қалды? Әкем дұрыс айтады. Мен ешқандай спортшы шықпайды. Одан да медициналық академияға қалай түсемін ойлайды. Соған дайындалады. Сен қайда жүрсің? Жарты сағат болды кешіккенге. Мен сізге бірдеңе айтуға келдім ғой. Жалғастырмай қой. Бастамай жатып тастайын дедің бе? Қорқып кеттің бе? Бәсе,